Сәлем достар. Алдыңғы Эбигейл эксперименті туралы видеомызға өте керемет актив танытқан екенсіздер. Және солай сұраған 1500 лайктарымызды да жылдам жинап тастағансыздар. Сол видеодағы комменттерді оқып отырып, мына комментті көріп қалдық. Олай болса, бүгінгі видеомыз Шарлотта туралы болмақ. Кейбіреулер ол оқиғаны ойдан құрастырған дейді, ал біреулер керісінше шын деп жатады. Видеоны соңына дейін көріп, шын ба өтірік па өздеріңіз шешерсіздер. Лайк басы барнаға тіркеліп кетіңіздер. Егер де осы видеоға 2000 лайк жинасаңыздар, комментте сіз сұраған видеоны түсіреміз. Ендеше, сіздермен бірге QRF ұжымы бүгін біз Шарлотта оқиғасы туралы қысқаша баяндап береміз. Оқиға шамамен 100 жыл алдын болған. Әлемдік экономика бірінші дүниежүзілік соғыстан соң өте үлкен дағдарысқа ұшырайды. Солай жаймендеп қалыпқа келіп жатқан кез. Робин ирландиялық бизнесмен еді. Сол уақыттары Ирландия өзінің тәуелсіздігі үшін күресіп жүрген. Робин соғыс кезіндегі қажет тауар оқ-дәрі, яғни порох сатумен айналысады. Ойлап көрсең, соғыс аяқтала салысымен оның жағдайы күрт нашарлауы керек еді. Бірақ бәрі керісінше болады. Барлық адам қалай ол байып кетті, оның жолы соншалықты болғыш па деген секілді ойланады. Бұл сұрақтар Робиннің басына келмейді. Жай ғана жетістіктерінен рахат алып жүреді. Робин бизнесте ғана емес, жеке өмірде де жол болғыш екен. Ол америкалық Джанет деген модель қызды кездестіреді. Солай арақатынасы тойға дейін ұласады. Екеуінің бақытты өмір кешуіне ешқандай кедергі болмады десек те болады. Жастық шағы, махаббат, ақша жағына мүлде мәселе жоқ еді. Өмірлері ертегіге айналғандай болады. Бірақ тойдан соң Робиннің бизнесіне қауіп төніп, кірісі айтарлықтай төмендеп кетеді. Барлығы болды енді, ол бұрынғыша қайта көтеріле алмайды деп ойлаған. Сөйтіп жүргенде Робин өзінің қолына алып қайта аяққа тұрады. Арадан 2 жыл өткен соң кірісі бірнеше есеге өседі. Сосын отбасыға қуанышты жаңалық келіп, олардың қатарына алғашқы баласы қосылады. Джанет Шарлотта есімді қызды дүниеге әкеледі. Робин қызына өте көп көңіл бөлетін еді. Шарлоттада басқа балалар армандап отыратынның бәрі болды. Әрине әкесі болған соң қызын қорғау керек. Бірақ Робин қызын қорғау мақсатында бірнеше күзетшілер денсаулығын тексеріп отыратын медбикелерді жалдады. Қыз күзетшісіз ешқайда шықпайтын. Күзетшіден басқа қызды азу тістері ақсиған, қызға жақындағандарды жұлып жейтін 4 ит күзетіп жүретін. Робин қызын тек адамдардан ғана емес, зұлым жындардан да қорғағысы келіп, бақсыларды жалдайды. Уақыт осылай өте берді. Қыз 6-ға толды. Шарлотта өз жасындағы басқа балалардан ешқандай айырмашылығы болмады. Үй қызметшісінің бір таң қалғаны, Шарлоттаның анасы қызмен арақатынасы нашар еді. Әйел қызын жақсы көрмеді деп айтуға болмайды. Тек суық қарайтын. Мысалы, Шарлотта алыста ойнап жүрсе, анасы алыстан ғана қарап отырады. Қызметшінің ойынша, Джанет аяғы ауыр болған сәтте карьерасын аяқтаған еді. Бәлкім сол жағдай оған қатты әсер еткен болар деп ойлайды. Робин Шарлоттаны қанша қорғауға тырысқанымен, бір күні белгісіз ауру қызды тауып алады. Ешбір дәрігер оның емін білмеді. Тіпті оқыған деген дәрігерлердің өзі қызға диагнозын қоя алмады. Енді бұның әкесіне қандай ауыр тигенін елестетіп көріңізші. Әкесінен бөлек қызметшілер, серіктестері, бір сөзбен айтқанда, Шарлоттаны танитын барлығы қыздың тезірек аяққа тұрып кетуін тіледі. Тек үйде уайымсыз жүрген Джанет еді. Уақыт өте келе Робиннің басқасының барлығы Шарлоттаның жазылуына деген сенімдері жоғалады. Бір түні ғажап нәрсе орын алады. Қыз төсегінен тұрып, үйдің ішінде оп-оңай жүріп жүреді. Оның дене сап-сау секілді көрінді. Бір кезде ол өте қатты айқайлап кетеді. Барлығы оянып, бір нәрсені түсінеді. Шарлоттаның түн ішінде оянуы бұл қуанатын жағдай емес екен. Сол сәттен бастап Робин бізге дәрігер көмектесе алмайды деп үйіне бірнеше дін қызметшілерін шақырады. Барлығы Шарлоттаның денесін зұлым жындар иелеп алғанын айтады. Күн сайын қыздың жағдайы нашарлай берді.
өте агрессивті болып, адамдарға зиянын тигізе бастады. Солай тіпті ол өзінің бала даусымен сөйлеуді де қояды. Оның ішіне құдды бір үлкен жастағы ер кісі отырған секілді көрінеді. Шарлоттадан қызметшілер ғана емес, иттер де қорқатын болды. Бір күні дін қызметкерлері бірігіп, Шарлоттаны жыннан босату үшін бірдеңе ұйымдастырмақшы болады. Олар күшті деген нәрселерді әр тілде оқыса, бұл қызға ешқандай әсер етпейді. Бұл жағдайды Робинге жеткізбекші болады. Олардың сөзінше, қызға жай жын кірмеген екен. Робин, неге ол менің қызымды таңдады деп сұрағанда, олар сен жастық шағыңда ауыр күнә жасаған шығарсың дейді. Қызметкерлер қыз өзіне немесе басқаларға зияны тимеу үшін қызды төсекке байлап тастайық деп ұсыныс тастайды. Әкесі болса амалсыздан бұған барады. Бір түні ол кітаптан бірдеңе оқып жатқанда қыз орнынан тұрып кетеді. Әкесі сырт келбеті менің қызымен ұқсағанымен ішкі жан дүниесінде ешқандай нәрсе қалмады деп оған жалына бастайды. Кім болсаң да менің қызымды босат, мен саған барлығын беремін. Ақша, үй, тіпті өмірімді. Қыздың ішіндегі жын бұған күліп, осы жағдайға оны сен жеткіздің дейді. Әкесі түсініп, бұл баяғыда болған нәрсе, қызымның не кінәсі бар дейді. Бұл сөздерге жын одан бетер қаттырақ күліп, «Ха-ха-ха, сен әлі де қызыңның қайта оралатынына сеніп отырсың ба? Тезірек бар да әйеліңмен осы жағдай бойынша сөйлес». Робин болса әлі де қайтпай, барынша жынмен келісуге тырысады. Бірақ бұл мүмкін болмай, ақырында өзінің де сенімі азая бастайды. Сосын бір күні оған біреу ұсыныс тастайды. Румынияда бір монах бар екен. Содан көмек сұрап көрсең қалай болады дейді. Робин оған хат жолдап, жағдайды егжей-тегжейлі жеткізеді. Монах та бұны оқып, жылдам түрде жолға шығады. Шарлоттаны көрген соң, монах ата-анасымен жеке сөйлескісі келеді. Солай оларға бір сұрақ қояды. Айтыңыздаршы, Шарлоттаның ағасы қайда? Анасы бір түрлі болып қалады. Монах, егер қыздарыңызды қайта көргілеріңіз келсе, барлығын айтып беріңіздер дейді. Робин сол кезде, «Жо, сіз шатасып отырсыз. Шарлотта біздің алғашқы баламыз». Монах орнынан тұрып, «Мені әр қарайда алдай беретін болсаңдар, өздерің бұл мәселені шешіп алыңдар» дейді. Джанет Робинге қарап, «Айтуымыз керек» десе, Робин, «Аузыңды жап, ештеңе демей» дейді. Джанет тыңдамай, көзіне жас алып, құпияны ашады. Үйленгеннен соң Джанеттің аяғы ауыр болады. Бірақ Робиннің бизнесі құлдырап жатқаннан соң, олар жынмен келісімге келіпті. Біз саған баламызды береміз, бірақ бизнесіміз қайта аяққа тұрсын деген екен. Робин, егер ол тағы Шарлоттаны да алатын білгенде, бұған жоламас едім ғой деп өкінеді. Монах, құпия ашылған болса, енді ритуалды қайта жүргізуге болады дейді. Рецепті тек монахтың өзі ғана біледі екен. Солай бөлмеге кіріп, ритуалды бастайды. Бірақ қызға ештеңе әсер етпейді. Сол сәтте жын, «Ха-ха-ха, Джанет саған ештеңе айтпаған көрінеді. Шарлотта бұл дүниеде ешқашан болған емес». Сосын жын Шарлоттаның даусымен, «Әке, мен ешқашан бұл өмірде болмағанмын». Осылай видеомыз аяқталды. Сіздердің сұрауыңыз бойынша бұл видеоны да түсірдік. Сіздерге үлкен рахметімізді айтқымыз келіп отыр. Соңғы видеоларымызға айтарлықтай белсенділік танытыпсыздар. Сұраған 1500 лайкты бір күнге жеткізбей жинап жатырсыздар. Осы видеоға да дәстүрден таймай лайктарыңызды басып кетіңіздер. Және видео басында айтқанымыздай 2000 лайкты жинап тастайық. Және арнаға тіркелуді де ұмытпаймыз. Бізде осымен осы. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.